Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Қазақстан Республикасының президенті және Қазақстан Республикасының бас прокурорына Великая Стена Ақтау бұрғылау компаниясының жұмысшыларынан үндеу 2023 жылдың сәуір айының 29-ында сағат 17:00 шамасында Жетібай кен орнында нөмірі 5613 ұңғымасына қайғылы жағдай орын алды. Атап айтқанда 56-шы бұрғылау бригадасының Қытай басшысы Жан Липин ешкімге ескертпей бригаданың қазақ басшылары мен жұмысшыларын айтпай дәнекерлеушіге жанармай сақтау қазандығыны үстінде дәнекерлеу жұмыстарын мәжбүрлі түрде жасатқан. Соның салдарынан жарылыс орын алып, дәнекерлеуші Елтаев Махамбет қаза тапты. Қайғылы жағдай орын алған себепке байланысты Қытай басшысы Жан Липинді заңды түрде жазаға тартылуын және мекеменің бригадасындағы қызметіне білімі сай емес Қытай басшыларын елден алыстатуды талап етеміз. Талап орындалмаған жағдайда алдағы уақытта жұмысты тоқтататынымызды ескертеміз. Біз солтүстік Бозашы кен орнындағы бұрғылау компаниясы Великая Стена 28-ші бригадасының жұмысшыларынан Қазақстан Республикасының президенті және Қазақстан Республикасының бас прокурорына үндеу 29 сәуір 2023 жылы сағат шамамен 16:50-де Жетібай кен орны номері 56-13 ұңғымасында қайғылы жағдай орын алды. Атап айтқанда 56-шы бригадасының Қытай басшысы Жан Липин ешкімге ескертпей бригаданың қазақ басшылары мен жұмысшыларына айтпай дәнекерлеушіге жанармай сақтау қазандығы үстінде дәнекерлеу жұмысын жасатқан. Соның салдарынан жарылыс орын алып, дәнекерлеуші Елтаев Махамбет қаза тапты. Қайғылы жағдай орын алған себепке байланысты Қытай басшысы Жан Липинді заңды түрде жазаға тартылуын және мекеменің әр бригадаларындағы білімдері жоқ Қытай азаматтарын елден шығаруға талап етеміз. Талап орындалмаған жағдайда алдағы уақытта жұмысты тоқтататынымызды ескертеміз. Қолдаймыз ба жігіттер? Қолдаймыз! Статистиканы алып қарайтын болсақ, егер 14 күнге кіргізілген Қытай азаматтары 14 күннің рұқсат алғаннан кейінде біздің Қазақстанға былтырдан бері қаптап кету керек еді. Бірақ кешегі менің мәліметім бойынша 67 ғана Қытай азаматы Жамбыл облысында жүр екен. Егер орта есеппен бір облыста осындай 60-70 адам жүрген болатын болса, біздің 20 регионда бар жоғы, сонда өзіңіз ойлап көріңізші, бір 1000 ғана Қытай ұлтының азаматы жүруі мүмкін. Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі ретінде, депутат ретінде жеке азаматтық позициям бұл мәселеден шілдехатты үркудің, шошудың қажеттілігі жоқ. Қытайдан адамдарды кіргізетін болса, визасы кіргізетін болса, олар турист ретінде ғана Қазақстанға кіре алады. Егер де жұмыс мақсатында көп уақытқа келетін болса, ол мақсатта виза ашуға тиісті. Бұның артта үлкен қауіп қатер болады деген пікірді айтылып жатыр. Ұлттық қауіпсіздігімізге қатер болуы мүмкін дейді. Сіз оған келіспейсіз? Қазіргі таңда сондай әңгімелер болып жатыр. Бұның біздер талқылап жатырмыз бұл мақсатта. Бірақ енді ол туристерге үлкен қауіпті бар деп ойламаймын өзім. Кіріп кетіп шықпай қалып жүрмесе болды. Түпкілікті тұрып қалуына не әсер етуі мүмкін? Қайдан білейін оны? Әртүрлі жағдай. Мысалы енді көбіне қазақтың қыздарына үйленіп, граждан салып қалып қойып жатыр деп естеймін, өз басым көрген жоқпын. Бұл қауіпті ма? Әрине қауіпті. Қытай өскен халық. Біз енді санымыз көбейіп жатыр. Аса бір үлкен қауіп төнеді деп оны ойламаймын. Жаңағы осы уақытқа дейін 15 күн болды дедім ғой. Енді 15 күн қосқаннан бұл жерде бізде енді өте маңызды дүние келген азаматтардың уақытылы шығуын, уақытылы кетуін қадағалауды күшейтуіміз керек. Расымен де бұндай алпауыт мемлекеттер әсіресе саны бізден ондаған жүздеген есе көп болып лықсып сыймай отырған мемлекеттердің сақтықпен қарауымыз керек. Қарсылығым ешқандай жоқ. Ондай көрші елдермен сондай болсын нәрсе болып тұр. Өйткені біз оларға барамыз ғой. Визасыз, олар келіп тұр, ештеңе естіген жоқпын. Қытайлар келіп, мұнан ұрды ма біреуді ешқандай естіген жоқ. Қарым-қатынастарда біз ғана принциптарды қарап отырмыз керекпіз. Енді бәрі де біз айта алмаймыз ғой, одан арт жағында бірдемесі тұр, жаман ойлары тұр.
біз эми Қазақстанға жаман нәрсе келтіріп деп үйтіп айтуға болмайды. Біз өйткені онда өзіміздің де адам құқықтар принциптерін бұзып отырамыз. Визасыз кіргізіп, олар осында тұрып қалса, ол өте қауіпті. Мен солай ойлаймын. Негізі олардың жерлері тар, біздің жеріміз көп, біздің қорғаламыз даже күшіміз жетпейді, олар қаптап кетсе. Сол үшін мен ойлаймын, что оларға сондай жай барахат осы Қазақстанда орнықтып, нетіп, оған рұқсат беруге болмайды. Қонақтың өзі әртүрлі болып келеді, қандай қонақ келетінін бір Құдайым білсін. Олардың ой пиғылдарын біз біле бермейміз. Біздің менталитет, тәрбиеміз, бұрынғы 70 жылдан бері Совет үкіметі, кеше 30 жыл егемен Қазақстан. Біздің өз тәрбиеміздің өз екі жақты солқылдап тұрғанда, тағы басқа біреулер кіріп кетіп, тағы бір идеология келіп жатса, ұлтқа, халыққа қауіп деп ойлаймын. Сондай болған жағдайдың өзінде Ішкі істер министрлігі бақылауды күшейту керек. Оны кәдімгі халықаралық келісімдерге сәйкес жасалған біздің ішкі тәртіпке байланысты тәртіпті күшейтіп қатаң қарау керек. Бір жағынан. Екінші жағынан, енді осы мұна қауіп дегенде ешкіммен араласпай қоюға болмайды. Бізде көптеген мемлекеттермен осындай визасыз келісім шарттар бар, барлық елдермен. Бірақ барлық елден ағылып келіп жатқан жоқ. Ал енді Қытайдың жағдайы басқа. Омен былайша айтқанда әр қадамда анықтап басу керек та. Жаман болмас деп ойлаймын. Экономикаға вливание ғой, қанша дегенмен туризм деген әр елде дамытып жатыр ғой. Экономикаға қанша дегенмен ақша құйылады деп ойлаймын. 10-15 жылдан кейін Қытай дүние жүзіндегі бірінші экономика болады. Сонда не істейміз? Сондықтан біз енді дүние жүзіндегі объективті нәрседен қазір бас тарта алмаймыз ғой. Экономика. Бірақ екінші жағынан міндетті түрде біз қазір белгілі бір ұлттық иммунитет жасаудың амалдарын жасауымыз керек. Қазір өзіміз мынандай бір аспалы көпірдің үстінде тұрған жағдайда Қытай азаматтары өзіңіз ойлаңыз, оларда миллиардтан астам адам турист болып келгеннің өзінде біздің мемлекеттегі азаматтардың санынан 3 есе асып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл шешімге мен өзімнің көзқарасым бір беткей, мен бұған түбегейлі әу бастан қарсымын. Несімен қауіпті болуы мүмкін сізіңше? Мыңдаған факторлар бар. Ең жаңағы билікке сөз тимейтінін айтатын болсам, ол қыздардың сол жаққа ұзатылуы, сосын біздің өзіміздің азаматтарда да көп қазір ақшаның шетін көрсең, тұрып жатқан үйінде бере салады, өзінің үлесіндегі жерді бере салады, заңда бәрі көрсетілген дегенімен, оны айналып өтудің мың жолы бар ғой. Қонақтың өзі әртүрлі болып келеді, қандай қонақ келетінін бір Құдайым білсін. Олардың ой пиғылдарын біз біле бермейміз. Біздің менталитет, тәрбиеміз, бұрынғы 70 жылдан бері Совет үкіметі, кеше 30 жыл егемен Қазақстан. Біздің өз тәрбиеміздің өз екі жақты солқылдап тұрғанда, тағы басқа біреулер